Сәлеметсіздер ме? Бүгін органика жүзесеттің 41 мен 50-нің арасын жасаймыз. С деңгейі кеттік. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіз, иә? Ары қарай каналдың жүруі үшін. Бастайық. Бірінші, фенол мен стирол қоспасы 3,2%-тік 0,3 кг бром суын түзендіреді. Дәл осындай массада қоспамен әрекеттесуге 3,6 мл, 10%-тік тығыздығы 1,11 грамм мл натрий гидроксиді ерітіндісі жұмсалған болса, бастапқы қоспадағы стиролдың массалық үлесі. Кеттік. Бірінші, фенолдың формуласы С6H5OH. Стиролдың формуласы С6H5C2H3. Бұл бізде винил бензол. Бір сутек атомның орнына бензол сақинасының винил радикалы келген. Бром суын түзендіреді. Екеуі де бром суын түзендіреді. Шығады. С6H2 бром 3OH қосылған 3H бром. Қосылған 3H бром. Алғаш қойсыламыз. Так, мұнда винил, ол бізде қос байланысты радикал. Сол себепті осы бром суын түзендіреді. Так, С6H5C2H3 бром 2 қос байланыс үзіліп, толығымен бромды қабыл етіледі. Так, мына жерден бромның массасын табылса, таза бір бром суынікі. Ол бізде 300 грамм. 0,3 кг 300 грамм, осының 3,2%. 3,2% көбейтірімізге бөлім қанша болады? Сол кезде 9,6 грамм болады. Оның молін тауып алатын болсақ, мр-ні бөліп атыламыз, 160 шығады бізде 0,06. 0,06 моль екен. 2 бром бізде қанша моль екен? 0,06 моль екен. Тауып алдық. Так, дәл осындай массада қоспамен әрекеттесуге натрий гидроксид жұмсалған. Натрий гидроксид бізде стиролмен әрекеттеспейді, потому что әрекеттесетінде ешқандай функционалдық жоқ. Сол себепті ол тек кіммен әрекеттеседі? Фенолмен әрекеттеседі. С6H5OH қосамыз натрий OH. Бізде махаббат бұл жерде OH пен H екеуі қосылып су болып кетеді. Қосамыз С6H5O натрий. Натрий фенолаты түзіледі. И мұнда бізде натрийдің массасын тауып алсақ болады. Натрийдің массасы таза натрий. Натрий OH-ның ерітіндісі берілген, бірақ бізге таза натрий керек. Мынандай формуламен ρBW бөлінген 100. Берілген данныйлардың барлығын көбейттіріп 100-ге бөле саламыз. Кеттік. 3,6 көбейттірем 10, көбейттірем 1,11 бөлемін 100-ге. Есептесек 0,4 грамм шығады. Молін табатын болсақ, масса берілсе мр-ға бөлеміз, сонда 0,4 бөлеміз 40-қа тең болады 0,101 моль. Тауып алдым. Яғни натрий OH бізде қанша моль екен? 0,01 моль. Астына 1 болады, теңестірген алдында 1 тұр. Фенолды тауып аламын. Моль, сонда қанша болады екен бұл? 0,01 моль. Так, бізге қоспада стирол массасы, екеуінде массасы керек, қолбашы айтқанда бізге. Так, фенол тауып алдым. Фенол бізде қанша екен? 0,01 моль. Енді тура солай, бромның молін есептеймін. Алдында 1, мана астында 3 бар. Пропорцияны 3-тен 0,01-ге көбейттірем, 1-ге бөлем, сол кезде қанша болады? 0,03 болады. Вау! Маған стирол табу керек. Так, мен қазір фенолға жұмсалған бром суын тауып алдым. Енді стиролға жұмсалған бромды табу үшін, екеуіне общий 0,06 кеткен, мұнда 0,03 кеткен. Яғни, алып тастасам, мұнда қанша кеткен болып тұр, сонда 0,03 кетіп тұр. 0,06-ға 0,03 алып тастасам. Молін табасақ, 0,03 моль. Вау! Мен тауып алдым. Екеуінде моль бар менде. Фенол бізде 0,01 моль. Стирол бізде 0,03 моль. Екеуінде массасын тауып алдым. Так, фенол С6H5OH бұл бізде N көбейттірілген MR. N бізде қанша шығып тұр? 0,01 шығып тұр. Көбейттіресін 94-ке. Жауап сонда бізде 0,94 шығып тұр. Так, яғни бізде қанша екен? Фенол 0,94. Стиролды көрейік. С6H5C2H3. N көбейттірілген MR. N бізде қанша шықты бұның? 0,03 шықты. 0,103 көбейтіреміз, MR қателеспесем 104.
шығады бізде 3,12 грамм. Сонда бізде фенол бізде қанша грамм? 0,94 грамм. Стирол бізде 3,12 грамм. Сонда қоспаның массасы бізде қанша болады? Алғашқы қоспаныкі 0,94 қосамыз 3,12. Сол кезде қанша болады? Бізде 4,6 грамм қоспа бар екен. Осының ішіндегі стиролдың үлесін сұрап жатыр. Стирол бізде қанша грамм? 3,12 грамм. 3,12 бөлеміз 4,6 көбейтіреміз 100-ге. Нәтижесінде шығады 76,85%. Жауаппен сәйкес бір. Жақсы, кеттік. Этил спирті мен пропил спиртінің 8,3 грамм қоспасын артық мөлшердегі натриймен әрекеттестіргенде 1,68 литр сутек бөлінген бастапқы қоспадағы пропанолдың массалық үлесін есептеңіз. Так, этил спирті бізде формуласы C2H5OH. Так, пропил спирті бізде формуласы C3H7OH. Так, натриймен әрекеттескен дейді. Натриймен қуана әрекеттеседі. Так, қараймыз. Мына жерде натрий кімді шығарып жібереді? Сутекті шығарып жібереді. C2H5O натрий қосылған H2. Теңестіре саламыз. 2, 2, 2. Так, дальше. Мұнда да тура солай. C3H7O натрий қосамыз H2. Теңестіре саламыз. 2, 2, 2. Осы екеуінің массасының қоспасы бізде қанша грамм дейді? 8,3 грамм дейді. Так, сутек бөлінген дейді екеуінен. Екеуінде бөлінген сутектің көлемі 1,68 литр. Молін тауып аласың, иә? 22-ке бөліп аламын. Сонда бізде шығады 0,075. 0,075. Асырас болсын, қайзы үшін 0,075 мол. Моль есептейтін болсақ, мұнан 2х моль деп алайық. Сонда 2х моль деп алатын болсақ, онда сутек бізде қандай моль болады? Х моль болады. Так, мынаны 2y моль деп алатын болсақ, мынаның моліміз не деп аламыз? Y моль деп аламыз. Неге? Өйткені қатынастары сутекті 1х деп алатын болсақ, этил спиртін 2х деп алу керек, потому что бізде алдында не тұр? 2 тұр. Мұнда да тура солай. Енді мольдарын қосатын болсам, X-ға Y-тің сутектің молімен біріншідегі сутекпен екінші сутекті қоса молі қанша шығу керек? 0,075 қосамыз кеттік. X қосамыз Y тең болады 0,075. Астында. Так, мұнда MR 46 көбейттірем 2X-ға. Массасы сонда бізде қанша болады? 92X. Мұнда 60 көбейттіресін 2Y тең болады 120Y. Екен қосамыз. 92X қосамыз 120Y тең болады. Екенің массасы 8,3 грамм. Ары қарай кеттік. Есептейміз. Мұнда 92-ге туралай салсам бола ма? Болады, иә. Барлығын қанша көбейттіре салам? 92-ге кеттік. 92-ні X-ға көбейттірсем 92X қосамын. 92-ні Y-ға көбейттірсем 92Y тең 6,9 шығады. Астын сол күйі қалсын. 92X қосылған 120Y тең 8,3. Алып тастай салайық бір-бірінен. Не қаласа бізде? 92-ден 92-ні алсам, дым қалмайды. 120-дан 92-ні алатын болсам, 28Y. Так, 8-де 3-тен 6-да 9 алатын болсам, 1-де 4 болады. Y тең болады бізде 0,05 моль. X-ті таба салатын болсам, Y бізде қанша болып тұр? 0,05. 0,05-ке қанша болса 0,075 болады. Алып тастай саламыз, 0,075 азайтырамыз 0,05. X тең болады қаншаға? 0,025-ке. Все. Енді бізде бастапқы қоспадағы соңғы штрих қалды есептің. С-ден қиын енді. Так, пропанолдың массалық үлесі. Так, пропанолдың массалық үлесін табу үшін бірінші оның массасын табу керек. Ол бізде массасы қаншаға тең? 120Y. Тең болады 120-ны көбейттіреміз 0,025-ке. Сол кезде оның массасы бізде шығады 6 грамм. Үлесін таба салайық. Ол бізде 6 грамм. Қоспа қанша грамм қоспаның ішінде? 8,3 грамм қоспаның ішінде. Бізге шығады 72-де 28%. Жуықтасақ 72-де 3. Жауаппен сәйкесіп тұр. Ары қарай кеттік. Ой, кеттік.
Қаныққан бір атомды спиртті бром сутекпен әрекеттестіргенде екіншілік алкил бромид түзген. Осы спирттің 30 мл 918 грамм миллилитр мөлшерін артық мөлшердегі натриймен әрекеттестіргенде 2,24 литр дивинилді толық гидролеуге жеткілікті сутек газы түзілген. Бастапқы спирттің жүйелік номенклатура бойынша аталуын жазыңыз. Так, қаныққан бір атомды спирт. Қаныққан деген ол алкан, CnH2 плюс 2, спирт деген сөз бір сутегі түсіп орнына не келген? OH келген. Бром сутекпен әрекеттескен дейді. Әрекеттеседі кіммен? H броммен. Мұнда махаббат бізде кім? OH пен H екеуі не болып кете салады? Су болып кете салады. Так, кеттік. CnH2n плюс 1 бром. Алкил бромид деп атқанымыз осы. Так, и тура осы спиртті алғанда кіммен әрекеттестірген? Натриймен әрекеттестірген дейді. Натрий баратта мына жерде OH деген слабый байланыстағы сутекті лақтырып жібереді, өзі орнына барып алады. Так, С2H5O натрий қосылған H2 шығады. Так, мұнда 2, мұнда 2 и мұнда 2 болады. Так, и осы мөлшердегі натриймен әрекеттестіргенде 2,24 литр дивинилді толық гидролеуге жеткілікті сутек газы түзілген. Мына сутек алғанда дивинил деген молекула бар, С4H6, соны полный гидролеуге жеткен. Толық гидролеу деген сөз, екі сутек қосылды деген сөз. С4H10, Так, 2,24 литр дейді ол еще. 2,24 литр, астынан 22,4, x моль тауыла салсам, пропорция. 2-ні 2,24-ке көбейттірем, 22-ке бөлем, сонда бізде қанша шығады? 0,2 моль шығады. Так, сутек бізде қанша екен? 0,2 моль. Астына қанша жазыламыз? 1 жазыламыз. Так. Осы спирттің еще массасы берілген бізге. Массасы берілген. Массасы емес, тығыздығы 0,8 грамм миллилитр. И көлемі бар. Қанша? 30 миллилитр. Массасын тауып алсақ, екеуін көбейттіре саламыз. Сол кезде шығады 30 көбейттірем 0,8-ге 24 грамм. Вау. Мына бізде қанша грамм екен спирт? 24 грамм. Астында MR X. Еще ол қанша көбейттіру керек? 2x. Осындай бір пропорция шықты бізде. 24 сызықша 0,2, астында 2x сызықша 1. Пропорцияны шешетін болсақ, 2x тең болады. 1 көбейттіресін 24, бөлесін 0,2-ге. Сонда 2x тең болады бізде 120-ға, x тең болады 60-ға. 60 болатын спирт, ол қатарынан қарайтын болсақ, спирттердің гомологты қатары метанол, бұны өмірі бізде 32 жарамайды. Одан кейін этанол, C2H5OH, ол бізде 46. Одан кейін C3H7OH, оның өмірі бізде 60. Все. Значит, жауап пропанол. Значит, екіншілік алкил бромид деп тұр. Значит, екіншілік пропанол, ол не болады? Жауабы пропанол 2. Ары қарай кеттік. Белгісіз бір негізді карбон қышқылының 71,15 мл 30% ерітіндісін тығыздығы мынанша артық мөлшердегі натрий карбонатымен әрекеттестіргенде 3,36 литр көмір қышқыл газ түзілген. Белгісіз қышқылдың формуласын анықтаңыз. Қышқылдардың қатарын былай жазып қойсаң, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, май қышқылы, пропион қышқылы. МРЛерінде жазбасаңыз 46, 60, 74, 88. Осы қышқылдардың біреуі болуы мүмкін. Предположим. Так, бір негізді карбон қышқылы. Қошақ басыр. Карбон қышқылы RCOOH. Білмеймін. Еще массасын білеміз оның біз. Тығыздық көлем процентін көбейттіріп 100-ге бөлеміз. Есептеп алатын болсақ. Так, тығыздығы 1,04 көбейттіреміз 71,15 көбейттіреміз 30 бөлеміз 100-ге. Ол бізде қанша болады? 22-де 2 болады. 2. Осы бізде натрий карбонатымен әрекеттескен дейді. Натрий 2 СО3-пен. Так, реакция қалай жүргіземіз? Мынау ацетат иондар ацилат деп айтады. RCO минус H плюс, натрий плюс, СО3 2 минус. Так,
Біреуіміз минус бізде плюсті жақсы көреді. Значит, РСО бізде кімді алады? Натрийді алады. Шығады нәтижесінде РСО натрий. Ja? И H бізде кімді алады? СО3 алады, бірақ олар әрекеттескенде не шығып кетеді? H2O және СО2 шығып кетеді екен. Так, енді теңестіреміз. Мұнда 2, мұнда қанша қоямыз? 2 қоямыз. Так, РСОH бізде қанша? 22-де 2. Астында MR жазу керек, X. MR-да қанша көбейту керек? Еще 2 көбейтеді, 2X болады. 3-те 36 литр көмірқышқыл газ сөйлеген. Көмірқышқыл газ бізде қанша литр? 3-те 36 литр. Литр версиясына жазамыз, 22-де 4 жазамыз. Так, сонда бізде 22-де 2, сызықша 3-те 36. Астында 2X, мына жақта 22-де 4. 2X табатын болсам, 22-де 4 көбейттіресін 22-де 2. Мұнда бұлай. 22-де 22-де көтірім, бөлем 3-те 36-ға. Сонда бізде 497-де 25 бөлесін 3-те 36. Сонда 2x тең болады бізде 148-ге, x тең болады бізде 74-ке. Вау. 74 бізде кімдікі? Пропион қышқылынікі C2H5SOH жауаппен сәйкесіп тұр. Ары қарай кеттік. 26-та 8 грамм этанол мен сірке қышқылының қоспасын концентрі күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда 14-те 0,8 грамм күрделі эфир алынған. Дәл осындай массадағы қоспаны толық жандырғанда 23-те 4 грамм су түзілді. Күрделі эфирдің шығымын есептеңіз. Так, бірінші этанол C2H5OH сірке қышқылымен әрекеттестірген CH3COOH. Кетті. Түзіледі. CH3, мына жерде махаббаттар H пен OH екеуі су болып кетеді. Содан сутек орнына кім бара салады? C2H5 бара салады. CH3COO, C2H5, H пен OH махаббатының нәтижесінде не түзіледі? Су түзіледі. Так. Кеттік. Қанша грамм күрделі эфир түзіледі дейді? 14-те 0,8 грамм түзілген дейді. Бұл по факту түзілген, бұл бізде практика жүзіндегі масса. Бұл практика. Дәл осындай бастап қоспаны толық жандырғанда дейді. Осы екеуі C2H5OH и CH3COOH. Екеуінің массасы бізде қанша дейді? 26-та 8 грамм дейді. Есе екеуін жаққан еще. Не шығады? CO2 қосылған H2O. Қосасын O2 шығады. CO2 қосасын H2O. Теңестір жіберсек. 2, 3. Так, мұнда 2, мұнда 2, и мұнда 2 қоя саламыз. 26-та 8. Қанша грамм су түзілген дейді? 23-те 4 грамм. 23-те 4 грамм. Моль даулассақ, 24-те қанша бөліп аламыз? 18-ге. Қанша болды? Бұл бізде 1,13 болады. 1,13. Молі 1,13. Так. C2H5OH моль X деп алсақ, бұлда түзілген судың молі қанша болады бізде? 3X болады. Так. Сірке қышқылының моль Y деп алатын болсақ, судың молі қанша болады бізде? 2Y болады. Так. 3X-қа 2Y қосса қанша болады? 1,3 болады. Жазамыз. 3X қосылған 2Y тең болады 1,3. Так, енді, мына жақта бізде массалар берілген. Масса табу үшін зат мөлшер MR-ға көбейтіреміз. Зат мөлшер X деп аламыз, MR 46, яғни массасы 46X. Мұнда MR 60, Y-ға көбейтіріп, қанша болады? 60Y. Екеуінің массасын қосқанда қанша шығады? 26-да 8. Жазамыз, 46-да 8 қосамыз, 60Y тең 26-да 8. Так, бізге жүйені шешу керек. Мұнда 2Y-ті 60-ға турлай жасам болады. 2Y-ті қанша көбейтіріп, чтобы 60 болу үшін 30-ға. Кеттік. 30-ды 3X-ға көбейтірем, 90X. Қосамын. 30-ды 2Y-ға көбейтірем, 60Y тең 1-де 3-ді 30-ға көбейтірсем, 39 болады. Астында 46X қосылған 60Y тең 26-да 8-ге. 60 тайсылам. 60Y-тен 60Y алсам, қысқарып кетеді. 90X-тен 46X табатын болсам, 44X тең
12-де 2 шығады. 12-де 2. X бұл жерде бізде қанша болады? 0-де 2 77 болады. Сол теңдеуден Y шығарып алатын болсам, бізде болады ол 0-де 23 45. 0-де 23 45. Қайсысы аз деген сұрақ пайда болады, X пен Y мойын салыстырсам, бізде кім аз болады екен? Y аз болады. Y ол сірке қышқылмайды. 0-де 23 45 мойын екен. Осымен аламыз мұнда. X MR 88. Так, мұнан пропорцияны тауып ала салатын болсақ, X-ның массасы бізде қанша болады? Бізде пропорция 88-ді 0-де 23-45-ке көбейтіп 1-ге бөлетін болсақ, бізде жауап қанша болады? 20-да 636 болады. 20-да 636 шығу керек болған екен, бұл бізде теория. Енді шығымын табамыз. Шығым. Азы бізде 14-де 0,8, көбі бізде қанша? 20-да 636. Көбейттіріп 100-ге, сол кезде бізде шығады 68-де 35%. Жауаппен сәйкес тұр. Жақсы, келесі бесінсе басқа видеода шығатын болады. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.